Ассалаумағалейкум. Шымкент қаласында осылар бар. Түркиядан келген профессорымыз Харун қожамызбен, Жандос қожамызбен, Мұхаммед қожамызбен барлығымыз Венера парк саябағында. Сіздің рух халыңыз насыл? Şimkent қаласында болған кезде адамның рух халі жақсы болады. Машалла. Сіздің көңіл күйіңіз қалай? Ощущение, сезіміңіз? Керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Шымкентте бәрі әдемі болып кеткен, бірақ адам да көбейіп кетті негізі бұрынғыдан гөрі. Бірақ машаллах, қаламыз көркейіп жатыр, дамып жатыр. Қуаныштымын өте. Сәлем бәріңізге. Машалла. Харун қожа, Түркістан қаласы мен Шымкент қаласының айырмашылықтары бар ма? Öte ayırmaçlıkları var. Şimkent kalası ülken kala, Jasıl kala, bırak Türkistan kalası da kiyeli mekan, Yesevi babamızın mekanı. Her iki kalada benim için жақсы. Машалла, түсінікті. Сіз үшін Шымкент қаласы мен Түркістан қаласының айырмашылықтары бар ма? Несінде айырмашылықтар? Адамдарында ма, табиғатында ма, көрінісінде ма? Біздің Шымкент қаламыз Алматы қаласы сияқты үлкен мегаполис болып кеткені айқын көрініп тұр қазір. Біраз халық көп, қаланың көркі жыл өткен сайын өзгеріп бара жатыр. Жаңа адамдар, Түркістан әлі жап-жас қала болды. Енді халық саны көбейіп, жаңадан құрылып, Түркістанда артымыздан ере берсін, 4-ші мықты қала Түркістан болсын, Шымкенттен кейін Құдай қаласа киелі мекен. Жақсы. Шымкентте жақсы жер ғой? Жақсы, машалла. Енді сіз шетелдік тәжірибелі анализ жасау мақсатында Түркия мемлекетіндегі қалалардан қандай тәжірибелерді Шымкент қаласына және Түркістан қаласына жасау керек деп ойлайсыз? Мысалы, Стамбул қаласында метро бар деген сияқты, инфрақұрылым, жол, апартмент, тағы басқа қандай нәрселер жасау керек деп ойлайсыз? Metro жасау керек, avtoparklar жасау керек. Bu yerlerge öte şetellik azamatlar, turistler gelecektir. Bu azamatlar için, maşinaları, köylükleri için avtoparklar gerek. Metro olsa insanların transportu жақсы болады. Bırak Türkistan ve Şıмкент kalası taza kala. Bu yönde Türkiye kalalarından öte ademi kalalar tazalık yönünde. Bu yönleri de Türkiye'ye örnek olsa Машалла. жақсы болады. Яғни Қазақстандағы Шымкент қаласы мен Түркістан қаласы тазалығы жағынан Түркия қалаларына үлгі болса жақсы болатын еді деген ұсыныс. Так, мына 10 жылға жақын Түркия мемлекетінде жасап, әрі талдау анализ жасайтын маман Жандос ұстазымыз. Сіз Түркиядағы қалалардың қандай инфрақұрылымдарын осы қалаларға енгізу керек деп ойлайсыз? Не өзгерту керек деп ойлайсыз? Олардан қандай тәжірибе алуға болады? Түркияда Измит деген қала бар. Измит деген қалада трамвай қаланың ішінде халықты таситын бір уақытылы жүретін бір трамвай жүйесі бар. Шымкент қаласына сондай трамвайды қоятын болса, Шымкенттің азаматтары көбісі машиналарын үйіне тастап, сол трамваймен жүргісі келетін ішінде интернеті, тазалығы, басқасы көшедегі машинаның санын азайтып, қаламызды одан бетер көкпеңбек қалаға айналдыра алатын еді. Кептелістердің алдын алу. Кептеліс болмайтын еді. Инфрақұрылым сол трамвай жағынан сондай заманауи трамвайларды қосу керек сияқтымыз. Измит қаласының үлгісі ма? Измит қаласының үлгісі. Машалла. Біз осы Шымкент қаласының әкімінің алдына кіріп болсын осы ұсынысты айтқым келеді негізінде. Сондай қылсақ болады ғой бізге деп. Bir жағы сонау Тұрлан экспедициясынан бастаса, екінші жағы
Чапаевкаге дейін қаланың ортасын кесіп өтетін болса, машинаның саны 130-ға дейін түседі деп ойлаймын. Машалла. Бұл Харун Рамазан профессорысы, Түркия мемлекетіне келген, Сакария университетінің профессоры, қазір шағында Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ Түрк университетінің профессоры. Мен айтайын деп жатқан осы жерде не бар, аз ғана уақыттың ішінде қазақ тілінде сөйлейді, қазақша түсінеді. Бұл билік басындағы қазақ тілін құрметтемейтін лауазымды адамдарға үлгі болуы керек деп ойлаймыз. Құдай қаласа осындай кісілеріміз көп болсын, қазақ тіліне деген құрмет болсын. Шындық айтында айту керек, мойындау керек. Кейбір қазақ тілінде біз білмейтін сөздерді бұл кісі қазақша сөйлеп біздерге үлгі өрнек болуда. Сондықтан да осы видеоны көрген адамдар лайк басыңыздар, бір-бірлеріңізге жіберіңіздер. Көбінше осы солтүстіктегі қазақ мәдени тілін ұстанымдарын ұстанбайтын көрермендерге жіберсеңіздер деген ұсынысымыз бар. Сондықтан да Аллах Тағала ғұмырларыңызға берекет берсін. Тек қана Шымкент, Түркістан емес, бүкіл Қазақстанның қалалары, бүкіл Түркия қалаларына Аллах берекет берсін. Сәлем, көбейміз. Тендер парктен.